бір әйелдің бүгінгі жаңағы бетіне қарайтын косметика бірдеңкесіне айына 2 миллион деді ме бір нәрсені айтты кеше. Қара оған қандай күйеу керек. Соны біреу алуы мүмкін. Сүйіп, ғашық болып, ойлаңыз да. Сол үшін өмір сүреді ертең біреу. Соны ойлаңыз. Еркек, мақсат дүниеде. Болмайтын ләззаттар, болмайтын білімсіз. Сонда Исраил ұрпақтарын пайғамбар түсіндіріп отыр. Пақырдың әйелі байдың әйеліндей болам деп күйеуін мазалап алдырта берген. Ақ көңіл күйеу сол үшін еңбек етіп, сол көйлегін тауып береді. Сосын анау киіп барады. Міне осылай жарысу деген біздің қоғамда бар ғой қазір. Мысалы балаңа той жасайтын кезде ешкім алладан ұялмайды. Харам табыспен жасайма оны. О жерге шарап қойыла ма? Жоқ, ол адамдар ертең жақсы сөз айту үшін жасалу керек ол той. Алла үшін емес. Бұның барлығы пәс тақырыптар. Ал діндегі ол бала мен жаңағы келіннің бақытты болуы. Екеуінің қуанышымен бар нығметіңмен қарсы алу бұл тойды да. Бар нәрсеңмен. Аллаға солай ұнайды. Бар нәрсеңмен тойлау керексің. Тіпті ол той үйіңіздің қасында өтсе де. Ол абырой, ол бедел. Анау халықтың күллісі 99% жабылып сізді даттаса да, түкіргенің бар олардың датына. Раббымның алдында абырой беделім сақталса, Раббым берген малдың күшімен жасалса тек. Балам да ұялмай сол тойда солай көрсе, ертең өмірді солай жалғастырылатындай. Исраил ұрпақтарында жаңағы пақырдың әйелі байдың әйеліне ұқсаймын деп еркектерді құртқан дейді. Содан күллісі мақсат әйел болып кеткен. Көрдіңіз бе? Дүние мақсат болу деген нәрсе бар. Әйел мақсат болу деген нәрсе бар. Егер мынаны әпермесең мен кетем дегендей нәрселер болуы мүмкін. Өйткені ол ақыретті мақсат қылмаған. Бұл нәрсе тіпті пайғамбарымыз саллаллаху үйінде болған. Ол мыналар жаңағындай имансыздардың дәрежесінде болмаса да, жалпы дүние деген нәрсе. Алланың елшісі бізге дүниеден біраз нәрселер берсеңіз, сол кезде мақсат әдемі қойылады ғой. Иман келтіргендердің, мүминдердің аналары күллісі. Ол қателіктің олар тарапынан болуы бізге үлкен ғибрат болды. Болашақтағы мүмин әйелдерге керемет жолда төсеп беру үшін. Және ол өздері үшін керемет хайырлы нәрсе болды. Өйткені олар күллі жақсылықта қияметке дейін өмір сүретін мүмин әйелдерге өнеге болып қалу керек. Сондықтан олардың тарапынан сондай дүнияуи бір қызығушылық болып пайғамбарымызды сәл мазалаған кездерінде Алла Тағала Ахзаб сүресінде сондай бір аяттарды түсірді. Пайғамбарымыз Алланың елшісі. Пайғамбарымыз саллаллаху Алланың елшісі болғаннан кейін, ол Алланың адамы. Кімде-кім оған қосылса, дос болып, серік болып, әйел болып, ол оған еру үшін қосылған. Еру үшін. Ол оған өзінің пікірін өткізе алмайды ол. Соның мақсатына қызметте болу үшін ғана қосылады. Мысалы осы аяттан бұрын анау Ибрахим пайғамбардың заманына кіріп кететін болсақ, өздеріңізге белгілі Исмаил ер жетіп, сөйтіп оны жаңағы Журхум тайпасынан бір әдемі әйелге үйлендіріп оны. Исмаил пайғамбар. Сөйтіп аңшылыққа кеткен кезде Ибрахим келеді Меккеге. Ибрахим келіп Исмаилдың халін білуге келеді баласының. Ибрахим пайғамбар есікті қақса, соғыстан жақта әйелі шығады. Қалдарың қалай дейді. Ибрахим пайғамбар имтиханнан өткізіп жатыр келінді. Қалдарың қалай дейді, ол танымайды оны. Халымыз жаман, өмір қиын. Сөйтіп осындай сөздер айтылады. Исмаил қайда? Бізге кеткен ризық іздеп бағана. Келген кезде сәлем айт. Мына босағасын ауыстыра салсынсын деп айтты дейді. Исмаил келеді, сезгендей біреу келген сияқты ғой дейді. Я келді, бір шал кеп кетті, біздің жағдайымыз сұрады. Айттым, қалай бар, солай барды. Бәрін. Айтпақшы сағанда босағаңды ауыстыра салсын деген. Босағам сенсің, ол әкем дейді. Сен боссың дейді. Мақсатты көрдіңіз бе? Мақсат ақырет, дүние. Келесі жол екінші әйел алады. Орнына басқа бір әйел алады да, Ибрахим пайғамбар қайтадан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху айтып отыр оқиғаны. Сол күні келгенде тағы Исмаил болмай қалады. Келіп сол кезде сұрайды. Қалдарың қалай? Қалымыз жақсы. Негізгі қоректерің не дейді?
ет пен су дейді. Аңшылық, ет және су, басқа тағам жоқ, дәнді дақылдар жоқ. Сонда пайғамбарымыз салсам айтып отыр, сол кезде Ибрахим айтты дейді оған. Келген кезде сәлем айт, на босағасын бекітіп қойсын дейді. Және де сол жерде Ибрахим дұға жасады дейді пайғамбарымыз салсам. Я Аллам еттері мен суларына береке бер деп. Дұғаға назар аударыңыз. Қандай ризық бар үйіңізде, сол нәрсеге береке тілеумен болыңыз. Басқасын сұрамаңыз. Береке, үйіңізде не бар өзі? Оның тағы басқа нәрселер, тар жеп жүрсі ба, сол бар нәрсеге берекеңіз тілей беріңіз. Артық анандай болса ғой, мынандай болса ғой деген нәрсемен көп ауырмаңыз. Сіз ақыреттің адамысыз ғой. Сондықтан өзіңіздегі бар нәрсеге, бар айлығыңызға береке тілеңіз. Бар айлығыңызға, бар көлігіңізге береке тілеңіз астыңыздағы. Бар әйеліңізге береке тілеңіз. Бар балаңызға береке тілеңіз. Басқалардікіне қызыға бермейді. Сонда жаңағы Ибрахимнің осындай үлгісі ретінде Алла тағала аят түсіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху жұбайларына бұйрық айтылады. Я айюхан наби ва пайғамбар құлли азважика. Жұбайларыңа айт. Ин кунтунна туридна ал-хаята дуния ва зинатаха. Егер де сендер дүние тіршілігімен оның сәнін мұрат қылсаңдар, мақсат қылсаңдар, пайғамбарымыз айтып отыр, 9 әйеліне елестетіңіз. Фатағалайна, онда келіңдер, уматтиғакунна, сендер сұраған нәрседен шамам келген дүниені берейін, ва усарихкунна сарахан жамила, сосын әдемі түрде ажыраса салайық. Қараңыз қандай нәрсе. Кімен ақырет үшін жаралған адам. Ақырет үшін жаралған. Алдында үлкен мақсаттар бар. Әйел мақсат боламайды. Әйел артында жәрдемші, итеріп жүретін, жақсылығына қарай итеріп жүретін Хадиша анамыз сияқты қандай ісінде жүрсе сол ісіне демеу беріп, дұғасымен де, көңілімен де әйел жарыса алмайды Алламен. Алдыға тұра алмайды. Соны пайғамбарымызға көрсетіп жатыр. Наны бермесең, нандай, онда оны қай жерден байқадық біз? Омар радиаллаху анху бір күні үйіне келіп, әйелін шақырады. Қажет болады да, келе ғой дейді оған. Әйел келмейді. Осындай нәрсе әпермесең, бармайын. Мынау қайдан болған мұндай мінездер? Хафса қызыңыз да пайғамбарға сөйтіп айтып жатыр. Пайғамбардың үйінде де болып жатыр ондай нәрсе. Омар шошып кетеді. Сөйтсе пайғамбарымыздың үйінде де сондай нәрсе болып қалған екен. Бұл әйелге тән қасиет. Оған бәлкім ол жарасар. Бірақ оны емделгенде жазылып кетсе, одан қайырлы адам жоқ. Түсіндіңіз ғой мәселе. Сосын ол сынақ болмаса, мынау жаңағы ғибрат болмас еді, мынау аяттар түспес еді деген нәрсе ғой. Олардың күллісі қайырлы. Жаңағы аятта өзіңіз назар аударыңыз, онда мен әдемі түрде ажырасайын, болды, осымен бітірейік дегендей нәрсе. Ва ин кунтунна туридна Аллаха ва расулаху ва дарал ахира. Енді ары қарай қараңыз. Ал егерде көздеген мақсаттарың, мұраттарың Алла болса, елшісі болса, ақырет жұрты болса, фа инна Аллаха а'адда лил мухсинати минкунна ажран азима. Онда бұл мақсатта ихсанмен орындағандарға сендердің іштерінде Алла Тағала үлкен сыйлықты әзірлеп қойды. Сонда күллісі Алла елшісі, ақыретті таңдадық, я Алланың елшісі дейді. Артқа тұра қалады бәрі, алға шықпайды енді. Өмір сол өзі. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху бізге хадисті түсіндіріп жатыр ғой. Иннама дуния матаун. Шынымен де бұл дүние қызық, пайдалануға берілген нәрсе. Қызығы өте көп бұның. Валайса мин матағиха шайюн афтала минал мар'ати салиха. Оның қызықтарының ішінде салиқалы әйелден абзал қызығы жоқ дейді. Қараңыздар. Салиқалы әйелден абзал қызығы жоқ дейді бұл дүниенің ішінде. Салиқалы әйел. Күллі дүние салиқалы әйелге татымайды екен. Енді қараңыз. Әйел салиқалы болса, күллі дүние салиқалы әйелге татымайды. Ішіндегі ең абзалы